16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған ББ-01-20-да 9 тобының студенттермен тәрбие сағаты. Егеменді еліміздің тәуелсіздік алғанына биыл 29 жыл толды. 50 жылда ел жаңа демекші, өмір 29 жылда біраз өзгеріске ұшырады. Нарықтық заман орнады. Тәуелсіз еліміздің жастары үшін заман талабына сай өнерлі де білімді болып өсу талабы туды. Тәуелсіз еліміз болашаққа айқын бағдар түзеп, өркениетті елдер қатарына жетуге аяқ басты. Болашақтың тірегі, міне сіздер, сәби күлкісі мен ана мейірімінің сәні ешқашан бұзылмасын. Ежелден-ақ жақсылықты Алладан күтіп, болашаққа үмітпен қараған кең пейіл халықпыз. Сол пейілге орай қазақ халқына кең байтақ жер, көл көсір көңіл бұйырған. Осы қазақ халқының жері болашағы. Үміті үшін желтоқсанда жас өмірін жалау еткен қазақтың ұл қыздары Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатайұлы, Ләззат Асанқызы, Сәбира Мұхамеджанқызы аттарын атап айтпай өтуге болмас. Олардың аңсаған армандары мен үміт тілектері бұл күнде толық жүзеге асты. Қазақ тәуелсіздігін алды. Туымыз асқақтап желбіреп тұр. Қайраттай қайсар ұлдардың жанымен келген еркіндік, Жазира мен Ләззаттың арымен келген еркіндік, қасірет пенен қайғының бәрімен келген еркіндік. Енді студенттеріміздің тақпақтарын тыңдайық. Өткен күндер ізі қалып, тарихта өмір өзен өтіп жатыр ақырын. Тәуелсіздік әперем деп халыққа көзін жұмды небір қайсар батырым. Қайсар ердің еске алып рухын бір сәт қана орнатайық тыныштық. Бүгін міне тәуелсіздік ұлы күн елімізге алып келген ырысқұт. 29 жыл жас нәресте, жас жігіт, адам болып ел намысын қорғайтын. Елмен бірге өсіп дамып жас жібік саябаққа айналары бұл айқын. Егеменді елімізде саялы елге айналды терең жайған тамырын. Ата-баба арман еді баяғы, сол арманы жарық көрді дәл бүгін. Елестеді қазақ деген жұрт барын, танылды ол бүкіл әлем еліне. Аялайтын жас сәбиін қарттарын отырғызып үлкен үйдің төріне. Мақтанатын ердің ерлік ісімен, мен қазақпын батырлықты жырлаған. Төсеп бердім тауқыметтің күшіне, оған куә тау мен тасым. Мен өлмеймін, суын ішкем өлместің, іші күйесін дұшпандардың мін естіп. Қиыншылық келмесіне келместің, кеткен болсын мәңгілікке ілесіп. Енді қайтып қиындықты көрсетпе, желбіресін көк аспанда көк туын. О жаратқан шаңырақты теңселтпе, тату-тәтті өмір сүрсін жас буын. Бақыт, байлық барлығы да бірлікте, жетістікке жеттік бүгін бірлікпен. Жас сәбиім тәтті ұйқыда жөргекте, біздің елде ел аңсаған бейбіт күн.
Ашу ыза намысым боп буырқанған желтоқсан, азу тісті талайдың уы тамған желтоқсан. Қарындастың көз жасы мұз боп жатқан желтоқсан, темір төсек жамбасқа сыз боп батқан желтоқсан. Қазағымды ұлтшыл деп жалалы болған желтоқсан, ұл қызының қанына табағы толған желтоқсан. Темір торға жазықсыз қамалғансын желтоқсан, нашақор мен бұзақы саналғансын желтоқсан. Сапар шеккен қайрат боп мәңгілікке желтоқсан, кен далада қалықтаған жаңғырықта сен желтоқсан. Желтоқсан, алтыныңды айырбастап қолаға, отаныңды айналдырсам олаға, өз тіліңді босағаға лақтырып, өз еліңде күн кешуге бола ма? Сол кешегі желтоқсанның аспанын дүр сілкінтті жалын жұтқан жастарым. Үнсіз қалса намыс өлер еді ғой, намыс өлсе керегіне басқаның. Сен қазағым шынымен де ұлысың, ертең жайнап шығатұғын күн үшін. Ұл қызыңның қаны судай шашылды, бас алаңда басын тігіп тіл үшін.